Егер қандай тапсырма берілді? Мені қолды деп жауап беремін. Мәтіннің қай стиль екенін анықтау керек және оған дәлел жазу керек. Дәлел жазу керек, бір екінші топтан оқыңыз қазір. Бұл мәтін публицистикалық стилде жазылған. Мәтінге тілді байытып, қорғау керектігін айтады. Және бұл халыққа түсінікті етіп жазылған. Ал бірінші топтан қандай дәлел жазып беріңіздер? Аружан оқыңызшы. Мәтін публицистикалық стилде жазылған. Оқырманға ой салу, тіл сауаттылығының маңызын жеткізу, насихаттау, қазақ тілінің сақталуы мен сауаттылығы туралы маңызды қоғамдық мәселе қозғалған. Жақсы. Публицистикалық стильдің ерекшелігі не болды сонда? Оның публицистикалық стиль екенін қалай анықтадыңыздар, Нұрислам? Бұл жақта бір адамға ғана емес, Көпшілікке арналып айтылған, иә? Одан кейін толықтырамын. Және де публицистикалық стильде халыққа түсінікті сөздер қолданылады. Иә, жалпы халыққа түсінікті сөздер қолданылады. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбына көшпес бұрын сіздерге тапсырма. Мына жерде мақалдар беріледі. Сол жерде қалып кеткен сөздерді табамыз. Бой жетпеген жерге қарақат. Ой жетпеген жерге ой жетеді, дұрыс. Келесі, екінші топтан жауап берейік. Дұрыс екен. Келесі. Екінші топтан. Аружан. Түйедей ой бергенше, түймедей ой бер. Түйедей ой бер. Жақсы. Келесі. Көп ойласаң, кім боласың? Көп ойласаң, бала боласың дейді. Мери. Көп ойлансаң, дана боласың, көп ойнасаң, бала боласың. Бала боласың дейді, жақсы. Дұрыс. Не істесе саспай жауап береді? Дұрыстап. Қалай? Сабырлы не істеген саспай жауап береді? Ойланса. Қазір қараң. Сабырлы саспай ойланса. Ойлаған саспай жауап береді. Әр сөзімізді қалай ойлап барып жауап беруіміз керек сонда? Қалай ойлап? Сабырлы, асықпай, жүйелі ойлауымыз қажет, иә? Келесі. Соңғы мақалымыз. Біреудің не саласа, біреудің ой аласа дейді. Әсел. Біреудің ой аласа. Біреудің ой аласа, біреудің ой аласа. Жақсы, бұл мақалда не түсіндіңіздер? Адамның негізі, адамның өзінің ең бірінші орында тұрған ойы, өзінің мәдениеті, әдеби тілі бірінші орында тұру керек деген ойда. Ойы, өзінің түр келбеті, ол маңызды емес. Қандай болғаны маңызды емес, не маңызды? Ойы маңызды. Дұрыс айтасың, отыра қойыңыз. Білімі, ойы маңызды екен. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ой және оны жеткізу өнері, сөздердің қолданылу өрісіне байланысты түрлері тақырыбымыз. Сабағымыздың мақсаттары. Мақсатқа жету барысында сіздер мәтіннің қарым-қатынас формасын ажыратасыздар, ғылыми мәтінге аннотация жазып, оны тезиске айналдырып баяндайсыздар. Балалар, сіздерге бүгін ашық сабаққа арнайы дәптер алып келдім. Барлық тапсырманы осы дәптерге орындайсыздар. Бірінші топ басшысы таратып беріңіздер. Екінші топ. Әрбір сыртына аты жөндеріңізді жазыңыздар дәптерді. Одан кейін бүгінгі күнді тақтада жаңа бүгінгі күнді жазып күнді жазамыз, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Желтоқсанның 11-і, сынып жұмысы.
Жаздық па? Өрісіне байланысты түрлері. Балалар, сіздерде дәптерлеріңіздің артын ашып қараңыздаршы. Артында жұлдызшалар және кері байланыс деп тұр, иә? Тапсырмаларды орындау барысында сіздерге кім белсенді жауап береді? Жұлдызша таратып отырамыз, сол жұлдызшаны мына жаққа жапсырыңыздар. Кім қанша жұлдызша жинайды, көбірек жинайды, соған жоғары балл қойылады. Сабақтың соңында қай топ көп жұлдызша жинайды, сол топ жеңіске жетеді. Енді бірінші тапсырма сіздерге ғылыми мәтін берілді. Сол мәтінге аннотация жазасыздар және оны тезиске айналдырасыздар. Одан бұрын аннотация деген не? Соған жауап берейікші. Аннотация деген не? Қарағат. Ол оның жұмыстың мазмұны, тұжырымы, қысқаша шолуы. Дұрыс. Тезис деген не? Екінші топ. Тезис бұл белгілі бір шығарманың негізгі ойы және ұстанымы. Толықтыратындар бар ма? Кім толықтырады? Толықтырыңыз. Отыра қойыңыздар, сен жақсы. Тезис ол қысқаша оқырманға негізгі идеяларын айту. Оқырманға негізгі идеяларын қысқаша айту, иә? Нақты қысқаша айту. Енді сіздерге ғылыми мәтін берілді. Сол мәтіннен аннотация жазасыздар мәтінге және оны тезиске айналдырып баяндайсыздар. Мына жерде аннотация қысқаша жазылады, иә? Тезистерді, әр тезисті жеке-жеке бөліп жазамыз. 3 минут уақыт беріледі, бастаңыздар. Аннотация бұл мәтінде ой репродуктивті ісіне ойлау туралы жазылған. Толықтырасыздар ма? Мерейсіз қалай жаздыңыз? Бұл мәтінде адамның репродуктивтік ойлауы және сыни ойлауы туралы жазылған. Немесе былай айтса болады, бұл мәтінде ой және оның нелер туралы жазылған? Тезисті ойлау түрлері. Ой, адамның санасында Сіз тұрағыңыз Руслан, ойлаудың түрлері айтылған, сіз аннотацияны айттыңыз ғой, енді тезисті айтыңыз. Бірінші тезисіңіз қандай? ой, адамның санасында пайда болатын танымдық процесс. Дұрыс, ой адам санасында пайда болатын танымдық процесс. Екінші тезисті кім айтады? Мерей. Екінші тезис репродуктивті
продуктивді ойлау бұл бұрыннан бар білімдерді қайта талдауға және қалпына келтіруге бағытталған ойлау процесі. Репродуктивті ойлау, иә? Ол жаңадан бір нәрсе ойлап таба ма? Жоқ, оны қайтадан қайталауға және қалпына келтіруге бағытталған. Ол өзінде бар білімді не істейді? Пайдаланады, иә? Өзінде бар білімді пайдаланады. Үшінші тезис. Сыни ойлау ақпаратты шынайы бағалауға, талдауға және шешімдермен қабылдауға бағытталған танымдық процесс. Сыни ойлау не үшін қажет деп ойлайсыз? Ол адамның ақпаратты бағалауға және талдауға. Мысалы, сіздің болашақ мамандығыңыз қандай? Журналист, иә? Журналист үшін сыни ойлаудың қандай қажеттілігі бар? Сыни ойлау маңызды, себебі жаңалықтарға өз несін білдіреді? Ойын, көзқарасын білдіреді, өзіндік ой көзқарасы болу керек адамның. Екінші топтан кім оқиды? Аннотация. Әлихан оқыңыз. Олар сезімдерді түйсіктер арқылы жүзеге асады. Асатыны туралы айтылған. Балалар, аннотацияда белгілі бір фразалар бар ғой, иә? Фразалар, қандай фразалар көбірек қолданылады? Аннотацияда. Қалай басталады, қалай аяқталады аннотация? Мерей айта қойшы. Аннотация ол басталғанда бұл мәтінде немесе бұл шығармада деп басталады. Ал аяқталғанда осы туралы жазылған айтады. Айтылған, жазылған, мәселе көтерілген деп айту керек, иә? Әлихан соны ескеріңіз, соңғы жағы. Жақсы, отыра қойыңыз. Тезисті кім айтады? Тезисті қыздар айта қойыңыз. Бейвербалды ойлау деп сезімдер, бейнелер арқылы жүзеге асатын ойлау процесін айтамыз. Дұрыс. Бейвербалды ойлау. Келесі тезисті кім айтады? Қыздардан бастап Образды ойлау. Образды ойлау кім айтады? Лиза айтыңыз. Үндемей отырсыз ғой. Бұл ойлау процесі көз алдында нақты бейнелеп көрінеді. Нақты бейнелер көрінеді. Бұл қандай шығармашылық мамандықтарға арналған? Бұл көбінесе архитекторларға, дизайнерлерге қолданылған. Керек. Осындай ойлау дағдысын дамыту керек. Көз алдымызда елестету үшін, өзіміздің қалағанымызды. Дұрыс айтасыз, жақсы отыра қойыңыз. Тағы да тезис бар ма? Аннотация, тезис бар? Айта қойыңыз. Музыкалық ритмдік ойлау. Музыкалық ритмдік мелодияларды қабылдауға арналған қабілет. Яғни музыкалық ритмдік ойлау ол көбінесе музыка мамандығымен айналысатын адамдарға қажет. Ондай шығармашылық, бұндай ойлау қабілеті дамыған адамдардың қандай ерекшелігі бар? Олар бұл түсінікті өздері тез түсінеді. Нені түсінеді? Сол ойдан не айтылғаны туралы және өзінің терең ойын түсіндіреді. Не арқылы түсіндіреді? Нені түсінеді? Атын қарасаңызшы, ойлаудың қай түрі бұл? Музыкалық. Сонда нені қабылдайды? Музыканы, ритмдерді қабылдайды. Толықтырсаңыз болады. Және де ол музыкалық ритмдерді толықтыра қоймай, және де оларға, музыканттарға және де басқаларға өздерінің ойларын нақты жеткізуге, өздерінің ойларын нақты жеткізіп, олар қалағандар. Не істейді? Естіген музыканы не істейді олар? Музыканы өздері айтып бере алатын, өздерінің ойларын нақтылап жинай алады. Өзгерте алады, иә? Өзгерте алады ғой. Жақсы, отыра қойыңыз. Балалар, біз қолдану өрісіне қарай тілдегі бірліктерді қалай жіктедік? Сөздер қалай жіктеледі қолдану өрісіне қарай? Мерейден басқа жауап беретін оқушылар ма? Ал Мерей айта қойыңызшы. Екіге бөлінеді. Жалпылама лексика, қолдану өрісі тар лексика. Жалпылама лексикаға әдеби тіл нормасына сай сөздер жатады. Отыра қойыңыз, жақсы. Қолдану өрісі тар лексикаға кім жауап береді? Лиза айта қойыңыз. Қолдану өрісі тар лексикаға ол бір белгілі ғылыми жерде немесе әдеби жерде өзінің тек қана өздеріне және басқаларға түсініксіз сөздер. Тағы толықтырады. Кім бар толықтыратын? Тар лексикаға жаргон сөздер, термин сөздер, кәсіби сөздер, диалект сөздер. Жарайсыз, жақсы. Осы сөздер белгілі бір әлеуметтік топқа
тән сөздерді айтуға болады екен. Енді соған байланысты осы қолдану өрісі тар және қолдану өрісі жалпы халыққа түсінікті сөздерді ажыратасыздар. Бірінші топтан жауап берейікші тездетіп. Қайсы сөз артық? Есік. Есік. Не үшін? Өйткені бұл жерде термин сөздер берілген. Иә, есік қандай сөз? Есік ол жалпылама лексика. Жалпылама лексика. Екінші топ, екінші сұраққа жауап берейікші. Кәзе сөзі артық, иә? Неліктен? Неліктен? Себебі ол диалект сөз. Диалект сөз, иә? Дұрыс. Ал қалғаны ше? Бұл қандай сөздер? Келесі, қарақат. Бұл жерде артық сөз краш. Краш неліктен? Өйткені бұл жаргон сөз. Жаргон сөз. Ал қалғаны? Олар жалпылама лексика. Лексикаға жатады, иә? Ал бұл қолдану өрісі? Тар лексикаға жатады. Дұрыс. Келесі топ. Екінші топ айтамыз. Қай сөз артық? Пұшқа. Әзір айта қойыңызшы. Пұшқа неліктен? Ұмытып қалдық па, сабақта өтіп едік қой, өткен сабақта. Отыра қойыңыз. Кім айтады? Неліктен пұшқы сөз артық отыра қойыңыз? Қарақат айтыңызшы. Себебі бұл кәсіби сөз. Кәсіби сөз, дұрыс. Қай кәсіпте қолданылады? Ауыл шаруашылығында. Мақта. Университетке байланысты қолданылады. Ұсталар қолданады, иә? Ұсталар қолданады. Не бұл? Ұсталар қолданатын Ара, дұрыс айтасыз, құрал ғой бұл, құрал. Келесі. Ал қалғаны қандай сөз? Қандай лексика? Жалпылама лексика, дұрыс, иә? Соңғысы, екі топтан да кім бірінші жауап береді? Лексика. Айхан айта қойыңызшы, неге лексика? Бұл жерде лексика сөзі себебі басқа қалғандары жалпылама лексика, ал Қалғаны? лексика осы қолдану өрісі. Иә, қолдану өрісі тар, бірақ оның ішінде қандай сөз ол? Термин сөз. Термин сөз, дұрыс айтасыз, отыра қойыңыз. Термин сөз деген не? Неге айта қойыңызшы? Термин сөз дегеніміз ол белгілі бір ғылым немесе техника салаларында қолданылатын ұғымдардың атауы. Ұғымдар, иә? Иә. Жақсы, отыра қойыңыз. Тыңдаймыз, сосын диалогтық мәтін құраймыз. Жұптасып орындаймыз тапсырманы, жарай ма? Сәлем достар, менің атым Ерке, мен 2-ші сыныпта оқимын. Сіздер білесіздер ме? Мен кейде қазақ тілі сабағында, кейде сөйлем құрағанда, кейде әпкемнің сұрағына жауап бергенде көп ойланып қаламын. Ойымды дұрыс жеткізу үшін не істеу қажет? Маған ақылдарыңызды айтыңыздаршы. Балалар, енді сіздер ақылдарыңызды айтыңыздар. 2-ші сынып оқушысы сіздерден сұрап тұр. Ойымды қалай дұрыс жеткіземін? Ол үшін не істеуім керек? Диалогтық мәтін, диалогты жұптасып орындаймыз. Жұптасып Әлижан мен Изат, Кәусар мен Әлихан, Мағжан мен Әсел жұптасып жақындасып отырып жазамыз.
жұптасып орындағаннан кейін біреуіңіз бір сұрақты, екіншіңіз соның жауабын жазыңыздар, иә? Тездетіп орындаймыз. Ақылдасып орындаймыз бір-бірімізбен. Аяқтапамыз ба қазір қалғанын кішкене күте тұрайық. Тездетіп аяқтаймыз қалған оқушылар. Бірінші топ аяқтады, екінші топ жылдамдатамыз. Маған ойымды толық жеткізу үшін не істеу керек? Ойды толық жеткізу үшін сабырмен, асықпай ойланып, жауап беру керек. Кеңесіңізге рахмет. Саған көмегім тисе, қуаныштымын. Сау болың. Сау. Сіздерде бұл жұпта қандай қателік болды? Олар еркеге көмек беру керек. Иә, сіздер еркеге көмек берулеріңіз керек қой, ақылдасуларыңыз керек. Қандай ақыл айтсақ болады деп, өзара ақылдарыңызды жазуларыңыз керек, иә? Отыра қою керек. Сіздер мұқият тыңдайық, басқа айтыңыздар. Мери, еркеге қалай көмек берсек болады? Менің ойымша ойды нақты жеткізу үшін көптеген кітаптар оқу керек және нақты түсінікті сөйлеу керек. Я, Мери, сен дұрыс айтасың, мен сенімен келсем. Сенің ойыңмен келсем, жақсы отыра қойыңыздар. Келесі Иззат пен Әлижан, иә? Оқыңыздар. Әлижан, біз осы еркеге көмек беруіміз керекпіз. Бұндай кезде ерке өз ойыңды дұрыс жеткізіп, әдеби кітаптар оқу керек. Сен қалай ойлайсың? Әлижан, қалай ойлайсыз, айтыңызшы? Өзіңізден кіші қарындасыңыз сізден сондай ақыл сұрап тұрсыз. Қандай ақыл айтасыз? Ұялмау керек, дұрыс айтасыз. Басқа нәрсеге мән бермеу керек. Не нәрсеге мән бермеу керек? Мысалы, басқа біреулер сөйлеп жатса. Мән бермеу керек па? Және де Әлижан, сенімен де келісемін. Және де ерке өз ойыңды дұрыс жеткізіп, асықпай айту керексің. Асықпай дұрыс айту керек, ұялмау керек. Бірақ басқалардың пікірімен де не істеу керек? Келісу керек. Санасу қажет. Санасу керек, келісу керек. Дұрыс емес болған жерін жөндеп, дұрыс жеріне қосылу керек деп ойлаймын. Жақсы, отыра қойыңыздар. Келесі Кәусар мен Әлихан айтыңыздар. Бере аламыз. Қалай көмек бере аламыз? Бірінші, ойды толық жеткізу үшін шығарманы немесе мазмұнды терең түсініп, оны жақсы қабылдау керек. Өз ойыңды қоса кетсең, әдеби кітаптарды оқып, ойды ашық жеткізіп білу керек. Әдеби кітаптар. Сіз қандай әдеби кітап оқисыз, Әлихан, айтыңызшы? Әдеби кітап оқисыз ба? Үйде қандай кітап оқып жүрсіз? Қандай шығарма оқыдыңыз соңғы рет? Соңғы рет Иә. Абайдың қара сөзін болды. Абайдың қара сөзін, қай қара сөзін оқыдыңыз? Қара сөз 7-ші қара сөзін. Сіз ше, Кәусар? Мен көбінесе әдебиет сабағында болатын ертегілер, соларды толықтай оқып шығамын. Әдебиет сабағында өткен шығармаларды, иә, шығармалар. Жақсы. Келесі Әсел мен Мағжан. Айтасымын, айқын және түсінікті тілді қолдану керек. Күрделі түсініксіз сөздерден аулақ болу қажет. Деректі сөздерді қолдану ол өте пайдалы. Ойды дәлелдеу үшін нақты сөйлеу керек. Ең бастысы тіл мәдениеті болу қажет. Ойды жинап, нақты қорытындыны жеткізу керек. Тіл мәдениетін сақтау керек, дұрыс айтасыздар. Осы жерде жаргон сөздер қолдануға бола ма? Соны айтыңыздаршы. Жаргон сөздер. Неге болмайды? Жаргон сөзді қолдануымыз сабақ барысында. Болады сабақ барысында. Неге болады? Отыра қойыңыздар, ал айтыңызшы. Сөздерді қолдануға болмайды. Өйткені біз көбінесе өзіміздің тілімізді, тіл мәдениетімізді сақтап, әдеби тілде, өзіміздің тілімізді құрметтеп, әдеби тілде сөйлеуіміз керек. Тіл тазалығын сақтауымыз керек, жаргон сөздерді пайдаланбау қажет. Енді балалар, сіздерге
Үй тапсырмасы 38-ші беттегі дәрігермен сұхбат мәтінін үйде мәтінін оқып, оның қарым-қатынас формасын ажыратасыздар. Одан кейін ол қай стильде жазылғанын анықтайсыздар, иә? Сіздер қарым-қатынас формасын білесіздер ғой? Қандай қарым-қатынас формалары бар? Көп адамның қанша адамнан басталды? 2-3 Екі емес, екі ол диалог. 3 адам. Немесе одан да көп адамдардың өзара несі, әңгімесі, олардың пікірі, иә? Балалар бүгінгі сабаққа енді кері байланыс жасайтын уақыт жетті, сәт келді. Сіздердің назарларыңызға мақалдар беріліп тұр. Көрдік па? Білімді адам, бақытты адам. Ол сабақта жаңа білім алдым деген мағынаны білдіреді. Анау дәптерлеріңізді кері айналдырыңыздаршы. Кері байланыс деген жер тұр, иә? Сол жерге, осы жерде мақалды таңдап жазасыздар. Білімге жету жолы ұзақ, бірақ жемісі тәтті. Ол сабақ тапсырмаларын орындау қиындық тудырды, бірақ жаңа сабақты түсіндім деп. Жазып балалар. Ал әсеңіз қай мақалды таңдадыңыз? Білімге жету жолы ұзақ, бірақ жемісі тәтті. Жемісі тәтті. Жақсы отыра қойыңыз. Мағжан, сіз қай мақалды таңдадыңыз? Білімді адам бақытты адам. Бақытты адам. Сіз бүгін бақытты адамсыз, иә? Отыра қойыңыз, жақсы. Әлихан, менде білімге жету қиын, жолы бірақ ұзақ, бірақ жемісі тәтті. жемісі тәтті, жақсы. Кәусар, Білімді адам бақытты адам. бақытты адам, отыра қойыңыз. Көп оқысаң көп білесің. Көп оқысаң көп білесің. Бұл көп оқу арқылы көп білім алдым деген сөз, иә? Лизат, сіз ше, қай мақалды таңдадыңыз? Мен көп оқысам көп білесің деген мақал таңдадым. Өйткені маған бұл сабақ ұнады және жаңа тақырыптарды түсіндім. Түсіндім, жақсы, жарайды, отыра қойыңыз. Бірінші топтан Қарақат. Білімді адам бақытты адам. Білімді адам, бақытты адам, отыра қойыңыз. Гүлислам. Білімді адам бақытты адам. Жақсы, бәріңіз бір мақал таңдадыңыз. Білімді адам бақытты адам. Жақсы. Білімді адам бақытты адам. Бақытты адам. Бірінші топ ұйымшылдықпен бір мақалды таңдапты, иә? Жақсы, жарайсыздар. Енді бағалауға көшейік. Бүгін сабаққа белсене қатысқан Мери өте жақсы деп бағалаймын. Аружан өте жақсы, Қарақат өте жақсы, Нұрислам жақсы, Кәусар өте жақсы. Сіздер қанша жұлдыз жинадыңыздар? Жұлдыздарыңызға қарап бағалап отырмын. Иә, Әлихан жақсы, Мағжан әлі де көбірек оқу керек екен, иә, сізге? Көбірек белсене қатысу керек. Жақсы. Әсел, Лизат жақсы. Әлижан әлі де көбірек белсенділік танытып сабаққа қатысу керек. Дәптерлеріңізді топ басшылары бірінші жұлдыздарды санап, қай топ жеңіске жеткен анықтай, сабағыңызды қорытындылай шығу. Сіздер қанша жұлдыз жинадыңыз? 22. Сіздер ше? Қандай жұлдыз? Топ басшысына беріңіздер жұлдыздарды. Барлығын жинаңыздар. Барлығы қанша болды? 6. Ортаға қойып жинаңыздар. 22 дұрыс санапсыздар, иә? Сіздер ше? 21. 21. Сонымен қай топ жеңіске жетті? Бірінші топ. Бір-бірімізге құрмет көрсетіп естиміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үй тапсырмасы түсінікті ма? 35-ші беттегі тапсырманы орындап келіңіз. Дәптерді жинап беріңіздер, оқушы дәптерін мен тексеремін.